Қазір адамдарды көресің. Таңертең шығады, кешке дейін жұмыс істей береді. Әйтеуір бала шағамға бірдеңе табайын дейді да. Бірақ бір адам егер таңертең шығып, кешке дейін сапасы болмаған бір, пайдасы болмаған бір іс жасайтын болса, адамдар ол адамды қандай көзмен қарайды? Дүние өмірі дәл солай. Біз дүниеде қандай амал жасайтын болсақ, міндетті түрде Алламен кездесу күніміз бар. Амалымызға қарап Алла Тағала бізге жаза береді. Егер жақсы амал жасайтын болсақ, имандылы намазымыз оқып, Алладан қорқып, амал жасайтын болсақ, амалымызға қарап Алла Тағала бізге мүкәфат, ажыр, сыйлықтар береді. Егер жаман амал жасайтын болсақ, уақытымызды бос өткізіп, пайдасы болмаған амалдарды жасап, тек дүниемізді ойлап, ақиретімізді ұмытатын болсақ, әлбетте ұшырайтын күн, кездесетін күнді, ей адам, сен ұмытпа. Я айюхал инсану, иннака кадихун иля раббика кадхан фамулақи. Ей адам баласы, барлық адамдарға Алла Тағала хитап етіп отыр. Кәпір болсын, мұсылман болсын. Қандай әрекет жасайтын болсаң, міндетті түрде Аллаға кездесетін күн бар. Міндетті түрде кездесесің. Егер Алланы танымайтын түрде, Алла риза болмайтын бір амал, пайдасы болмаған бір амал жасайтын болсаң, әлбетте ол қалған амалыңды көресің. Көбіміз, мысалы, адамдар сұрасақ, намаз оқымайды. Алланы таниды, айтады, мен намаз оқымасам да жүрегім таза дейді. Бізге ең маңызды болған иманмен бірге салихал амалдар ғой. Егер амалымыз болмаса, Алланы риза қылатын амалымыз болмаса, Алла бізді қандай көзбен қарайды? Сонда жақсы амал жасайтын болсаң, әлбетте амалыңа қарап Алла ажыр береді, сыйлықтар береді. Жаман амал жасайтын болсаң, амалыңа қарап Алла Тағала жазаландырады сені. Сонда егер ақиретте кітабың оң жағынан берілетін болса, біл, сен жәннаттықсың, сенің есебің өте оңай түрде өтеді. Сонда ең қуаныш түрде өз семьяңға қайтып барасың дейді Алла. Ваянқалибу иля ахли масрура. Ең қуанған түрде өз жанұяңға, семьяңға қайтып барасың дейді. Дүниеде тіпті адам емтихандан өтуменен баласы қандай қуанатын болса, әкесіне, шешесіне қандай қуаныш сөздерді баян ететін болса, ақиреттің есебінен өткен адам дәл солай қуаныш жүзменен өз семьясыға қайтып барар екен. Сол үшін, құрметті бауырлар, көбіміз айтамыз, жасымыз кетпей тұрып, бала шағамызға бірдеңе қалдырайық дейміз. Дәл солай, өміріміз кетпей тұрып, ақиретіміз үшін бір амал жасап қояйық. Намазымызы, оразамызы орындайық. Тілімізі жамандан, жаман сөзден сақтайық. Көрген мінезді болайық. Сол сәтте әр дүниеде және де ақиретте ең бақытты құлдардың қатарына боламыз.